Біз ұлы жеңіс деп атайтын қасиетті күннің тасасында талайлардың кермек тағдыры жатыр. Бейбіт, тыныш заманда туып, оқып, қызмет етіп жетілген мына біз мұндай тым қорқынышты тағдырды өз дәрежесінде пайымдай да алмайтын шығармыз. Қан кешкен заманды көрмедік, сол қан кешуді бастан өткергендерді көрдік, кей сөздерін естідік. Соның өзіне жанымыз түршігеді. Ал сол тозақ өткелеңінен өткендердің өздері ше. Олардың қатарында қайсар, батыл қазақтың бірі, әкеміз Қорғанбаев Арон Ибрагимұлы. Атамыз Ибрагим мен оның бауырларда болды. Бір ұядан арыстай бес ұл майдан даласына аттанған еді. Бұл Қорғанбай шаңырағына ғана түскен нәубет емес, қазақ даласында боздағын майданға аттандырған әулет қаншама. Әрден бастасақ Гурьев қаласы маңындағы Қайыршақты ауылында Қорғанбай атамыз отбасымен мамыражай тірлік кешкен. Осы шаңырақта 4 ұл дүниеге келді. Қорғанбай ақсақал кенжесі Есен аяғын енді апыл-тапыл басқанда дүние салды да, жанұядағы бар ауыртпалық, жауапкершілік салмағы үйдің үлкені Ибрагимге түсті. Оның еңбекке ерте араласуына тура келді. Әнілерде Ержетіп Айтжан Дассорда шофер болды. Бақытжан қалада еңбек етсе, Есен байланыс жүйесінің маманы болып қызмет атқарып жүрді. Ибрагим атамыз әжеміз Рахима Үмбет қызымен отау құрып, 7 құрсақ көтерген. Алайда ержеткен тек Арон мен Жұбекен есімді ұлдар еді. Осылайша өсіп-өніп, ел қатарлы қызмет етіп, беймарал тірлік кешіп отырған жандар еді. Тұтқиылдан соғыс өрті тұтанды да, алдымен Ибрагим, оның артынан інісі Бақытжан майдан шебіне аттанады. Нақ сол жылы шілде айында бауыры Айтжан да соғысқа алынды. Кейіннен 20-ға енді толған Есенге де ағаларының ізімен қан майданның қырғынын кешу жазылыпты. Сұрапыл соғыста Ибрагимнен қара қағаз келді. Кейін түтінін түтетіп, артына із қалтырып та үлгермеген Айтжан да Бақытжанға да туған жерге қайта оралу бақыты бұйырмапты. Әкесінен, ағаларынан айырылу жас Аронға әсер етпей қоймады. Оның небәрі 17 жасында өз еркімен өтініш жазып, қан қызыл майданға аттану да намыс ұшқынының бір белгісі еді. Ел басына түскен сын, ер басына түскен сын деп ұғынған балаң жүрегі қолына қару алғызды. Сөйтіп 1943 жылы өз құрдастарымен бірге майданға аттанады. Алтину лагеріндегі қысқа мерзімді дайындықтан өткен соң, оқ қарша бораған ұрыс даласынан бір шықты. Танкі жойғыш қаруын асынған өндірдей жас жаумен аянбай алысты. Украинаның орманды даласын жау шеңгелінен тазартып, қалалар мен деревняларды азат етуге қатысты. Алайда соғыстың аты соғыс, қаңғырған оқ талай боздақты қыршын кетіріп, талай жандарды мүгедек қылды. Әкеміз Аронда шағын қала Горохова түбіндегі шайқаста қатты жараланды. Аяғына тиген ауыр жарақат салдарынан емханаға түседі. Жарақатынан кейін жаяу әскер қатарынан артиллерия сапына ауысты. Өрімдей жастығына қарамастан ел үшін көзсіз ерлікке барған жауынгер отан алдындағы ерлігі үшін, Германияны жеңгені үшін медальдармен марапатталды. 1946 жылы елге аман-есен оралған соң, соғысқа дейінгі еңбек тәжірибесі арқасында мұғалім қызметші болып іске кірісті. Өзі Гурьев облыстық комсомол комитетінің жұмысшы және село жастарына басшылық етті. Соғыстан кейінгі тұралған кезең, бірақ тоқтап тоқырау оның табиғатына жат еді. Ізденді, білімін шыңдады. 1955 жылы Гурьев мұнай техникумын аяқтаған соң Дассор, Комсомольск, Байшонас кен орындарындағы электр станцияларында еңбек етіп тәжірибе жинады. Осы жылдардағы оның тынымсыз жасампаз еңбегі айрықша бағаланып, Кеңес одағының үздік энергетика атағына ие болды. 1959-1980 жылдары Қамыскөл орталық станциясының директоры болып жұмыс істеді. Ол кезде мекемеде бірде-бір қазақ инженері болмаған еді. Арон Ибрагимұлы жас жұмысшыларды Алматы, Ресей қалаларына жіберіп, жоғары білікті маман болып қалыптасуына бір кісідей ықпал етті. Білікті, тұрақты кадрлар болған жерде еңбек те табысты болатын айқын. Сол үдеден шығып қана қоймай, қарамағындағы жұмысшыларды ұйыстырып, Қамыскөл қалашығының гүлденіп көркеюіне атсалысты. Нақтырақ айтсақ, 1965 жылы қызметтен тыс уақытта жұмысшылар директордың басшылығымен тас басып, клуб салды. Сол жылы күзде осы мәдениет үйінде кинозал ашылды. Аудандық кітапхананың бөлімшесі ірге тепті. Еңселі клуб үйінде шахмат, бильярд, дойбы бөлмесі жасақталды. Мәдениет үйіне жалғасқан көз тартарлық парк өз алдына. Оған отырғызылған жас шыбықтар көлеңкесі мол қалың баққа айналды.
Саябақ ішінде би алаңы, жазғы кинотеатр, қалашық ортасына стадион салынды. Қамыскөл қалашығын салқын самалмен тербеп айдынды көл жатты. Арон Ибрагимұлы мүмкіндігі жетпеген кезде аудан поселкелік кеңестің депутаты лауазымын алға тартып сессияларды сөз алды. Көпшілікке ой салды. Нәтижесінде аудан басшылығының қолдауымен көл жағасына күн қағарлар орнатылды. Осылайша көл жағасындағы шағын саябақ Құлсары халқының көп демалатын орнына айналды. Көлден құбыр тартылып, сол поселкеге жіберілді. Көгал бой жазып, үй бау-бақшаға кенелді. Оралдағы балық өсіретін зауыттан ағамур балығының ұсақ шабақтар әкелініп, көлдің балыққа шып-шып толғанына тұрғындар куә. Қыс түскенде Қамыскөл бетінде допты хоккей ойнайтын алаң жасақталып, оған электр жарығы түсіп тұратын. Жыл сайын мекеме цехтарының арасында спорттың түр-түрінен жарыстар ұйымдастырылып тұрды. Сол кездегі қалашықты көрген аудан тұрғындары Қамыскөл кішкентай Швейцария секілді дейтін. Кеңес одағы кезінде 70-ші жылдары таза поселок атағына ие болды. Қаншама атқарылған іс, қаншама маңдай тер. Мемлекет мүлкін бас пайдасына жаратуды ойламайтын, тек өзінің еңбегі мен табысына сенетін адал, иман жүзді жанның ізгі әрекеті бұл. Қызметте тазалықты, әділет пен шындық жолын берік ұстанған оның азаматтық арының биіктігі көпке үлгі. Мен Бітім Қабдығалиұлы, осы мына Қамыскөл поселкесінің тұрғынымын. 1963 жылы 18 жасымда Көлсаринский цех дейді, о мезгілде осы мекемеге жұмысқа кірдім. Мекеменің басшысы Қорғанбаев Арон деген кісі болды, ағамыз біздің. Ауданда 2-3 үлкен мекеме болды, біздің осы мына энергетиктер екінші орында деуге болады. Ал енді Арон ағамызға келсек, әрқашанда алда ашық адам болды, үй жұмсақ адам болды. Кісілігі мен кішілігі мол еді бұл ағамыздың. Ал адам баласына болмасын демейді, болсын деп жүрген адам болды. Өте қатты сыйладық, әкеміздей көрдік ол адамды. Ол кісінің жасаған жақсы көп айта берсе. Мына энергетик деген команда болды. Сол командаға көп көмек көрсетті. Жылма-жыл кілең жарысқа барамыз. Сол әрекеңнің енді еңбегі көп енді сол бізге кілең жүлделі орындар алдық. 20 жыл әрекең қарауында ол 20 жыл осы мекемені басқарды ағамыз енді. Қамыскөлдің поселкіміз ол ағамыздың арқасында құлпырып тұрған поселкі болды, қазіргідей емес енді. Еңбегі мол сіңді енді ол. Жылма-жыл осы дүркін біздің ауданымыздың депутаты болды ол кісі. Біздің станцияны басқарған Арон ағамыз Қорғанбаев. Сол уақыттан бері білем, жас кезімізден. Ол кісінің жұмысқа деген жағатылығы, адамға деген қарым-қатынасы ерекше еді. Ол кісінің жұмыс талабы да өзгеше, түсі қатал болғанмен адамға қатынасы, адамгершілігі ерекше адам еді. Жақсы қасиеттері көп. Жұмыста жүргенде су тасығанда бізде жарылғамыз деген жерге барып, ол уақытта техника күші аз. Жеңнің бойына жоғарыға қарай барып, күрекпен қазып судың артасын кететін еді. Сонда өзі шешініп алып бірге жұмыс жасайтын еді. Скоро приближается столетний юбилей Аруна Ибрагимовича. Аруна Ибрагимовича мы знали как знающего, такой человек, в работе разбирался. Всегда, когда обход делал, всегда поздоровается, если мы на смене. Спрашивал, как дела, если там что-то такое. Когда рабочий день начинается, он начинал обход с утра. Сначала с водонасосной. Уже оттуда, пешком, он уже шел в наше предприятие. И начинал с котельного, потом турбины и так далее. Всегда от него веяло хороший парфюм, чистенько одетый. Поведение у него было такое, нам очень нравилось. Действительно, был настоящим директором. Светлая память о нем. И детям тоже желаем здоровья. У нас хорошее впечатление и хорошая память о нем с Анатолием. Сол Құлсары газ мекемесінде басшы болып Арон Ибрагимұлы Қорғанбаев деген ақсақалмен жұмыстас болдым.
Ол кісінің өмірден көргені де көп, бірталай нәрсені үйреніп, кіммен қалай сөйлесу, кімменен тіл табысу, соның барлығы Арекеңнің арқасында бірталай өмірлік тәжірибе алдым деп өзіме солай есептеймін. Ол кісі бір сөзді бір айтқанын екінші қайталап ешкімнің мазасын алмайтын азамат деп өзім есептеймін. 2 жылдың үстінде бірге жұмыстас болғанымда мақтан етем. Нартылға, Аранаға қасында жүрген жандардың жағдайын түсініп, ағалық қамқорлығын таныта алатын, тура сөйлеп, әділдікті жақтайтын шыншыл адам болатын. Директорымыз Арон Ибрагимұлы Қорғанбаев, тікелей бастығым бас есепші Төребаев Майбек аға еді. Осындай абзал ағалардан алған тәрбием, тәлімім маған өмір бойы азық болды. Арон ағаның сырт бейнесі мен көзқарасы тұнып тұрған тәрбие еді. Ұқыптылықты, жинақылықты, тәртіпті, тазалықты талап ететін. Шулай ауданының экономикасын көтеруге үлкен еңбек сіңірді. Ол кезде біздің Қамыскөл сесі өзі электроэнергия шығарып, оны халыққа тарататын еді. Сонымен қатар Қамыскөлдің өркендеуіне үлкен үлес қосқан адам. Көктемшіға ұжым болып, сенбіліктер ұйымдастырып, тазалық шараларын ұқыпты жүргізетінбіз. Басқа мекемелер Қамыскөлді үлгі ететін. Ол кісі әркез жүрегімізде сақталады. Ондай адамдар сирек қой. Жан тәнімен сүйіп туған халқында, құрметтейді дәстүрінде салтында, сонысымен кен жыл ойға танылып, өшпейтұғын із қалдырды артында. Кім ұмытар сол бір қиын шақтарды, Гурьевтен қан майдан қаттанды. Туған елдің қалқануы әйтеуір жеңіспенен келгеніне мақтанды. Уақыттың өтіп жатқан жылдары көп тәжірибе үйретті ғой бұлдағы. Ең жауапты қызметтерде бол, әр істе де өзін-өзі шыңдады. Жалындаған жастық кезі жалынды, басшы болды салмақты да сабырлы. 20 жылдай тоқ жүйесін басқарып, бұл жұмыста ел жұртына танылды. Ұлағатты істер оның көп еді, бар халықты тек шаттыққа бөледі. Әкеміздің тұтқан қатаң тәртібін әлі күнге аңыз етіп келеді. Қоғамда өзіндік орны бар, абыройлы азамат, өнегөл отбасының арқа сүйері, тірегі. Ол 1948 жылы анамыз Барша Кәбу қызымен бас қосып, 3 жыл бір қыз тәрбиелеп өсірді. Биыл әкеміз Қорғанбаев Арон Ибрагимұлының дүниеге келгеніне тура 100 жыл. Адам тәрбиелі ұрпағымен мың жасайды демекші, бұл күнде ерлігімен де, еңбегімен де абырой биігіне жеткен әкеміздің үрім бұтағы бір рулы елге айналды. Аталарымыздың қасық қаны қалғанша күрескен ерлігінің арқасында, ашық аспан астында, тыныштықта, алаңсыз өмір сүрудеміз. Олар бейбіт өмірдің бағасы қаншалықты қымбат екенін түсіндіріп кетті. Ендеше, атадан жеткен аманатты арқалап жүру үлкен жауапкершілік. 1999 жылы атамыздың есімі орталық көшеге берілді. Жылда ерліктің үлгісі болған бабаларымызды әулет болып жиі еске аламыз. Олардың есімдері ел жадынан да өшкен емес. Өйткені шейіт болған аталарымыздың рухына Құран бағыштау біздің міндетіміз. Жандарыңыз жәннаттық болсын, туған бауыр, батыр тұлға, ардақты әке.